Елімізде медицина қызметкерлерінің ел үшін аянбай еңбек етіп жатқаны баршамызға мәлім. Аңдына адал, ақ халатты абзал жандар халыққа көмек қолын созып, әрқашанда оқыс оқиғаға түскен жандарға көмек қолын созудан бас тартқан емес. Жедел жәрдем қызметкері Хызыр Айбектің бір күндік өмірімен оқушым Қуанышұлы Алихан танысып қайтқан болатын. Жұмысына адал ақ халатты абзал жандар қаншама адамдардың өмірін араша алып қалды. Және оқыс оқиғалардан зардап шеккен науқастарға көмегін аямады. Ал осындай қиын сәттерде жедел жәрдем қызметкерлеріне түсетін салмақ орасан. Хызыр Айбек өз ісіне адал, кең жүректі, ізгі ниетті фельдшер. Ол науқастың алғашқы көмекке мұқтаж сәтінде жан-жақты қолдау көрсетіп, тек кәсіби шеберлігімен ғана емес, жүрегінің жылуымен, мейірімімен де сенім ұялата білетін жанашыр маман. Әр пациент үшін ол үміт нұры. Ауыр сәттегі демеу, ауыртпалықты жеңілдететін, қол ұшын созатын шынайы көмекші. Жанға араша болып, денсаулыққа жол ашуды өмірлік миссиясы еткен Хызыр Айбек қасиетті әрі қадірлі фельдшерлік мамандықтың барлық абзал қасиеттерін бойына жинаған асыл жан. Оның адал еңбегі мен ізгі жүрегі әрбір науқас үшін ең үлкен сыйлық, қоғам үшін бағалы үлгі болып табылады. Сәлеметсіз бе Айбек мырза, бізге өз жұмысыңыз туралы айтып берсеңіз. Сәлеметсің бе, әрине. Мен жедел жәрдем станциясында 10 жылдан астам фельдшер болып жұмыс істеймін. Біз күнделікті шақыртуларға барамыз, әртүрлі қиыншылықтарға тап боламыз. Шақыртулар кезінде түрлі жарақаттарға барамыз, және де политравма, ДТП, соларға барып қызмет көрсетеміз. Ол уақытылы және кәсіби түрде болу керек. Әр шақыртулар өзінің уақытымен болу керек. Жұмыс ауыр, бірақ әр шақырту бір адамның болса да өмірін сақталып қалуға мүмкіндігін береді. Күнделікті жұмыс барысында қандай қиындықтарға тап боласыз? Шақыртулар кезіндегі ақпараттың дәл болмауы, яғни науқастың мекен-жайы, аты жөнінің дұрыс болмауы және кері байланысқа бізге шықпауы барған кездегі қиындықтардың ең біріншісі сол болып табылады. Және де барған кезде туысқандарының агрессиясы, дұрыс қабылдамауы, дәрігерді шақыртқан кездегі бізге деген көзқарасы сол ең бірінші бізге керек. Сіз үшін ең есте қаларлық шақырту қандай болды? Біздің жедел жәрдем станциясына қоңырау келіп түсті. Политравма, яғни ДТП кезіндегі науқастардың көптігі. Жедел жәрдеммен бардық уақытында. Барған кезде науқастардың саны 10-нан жоғары болды. Сол кезде уақытымен барып науқастарға уақытылы дер кезінде көмек көрсеттік және транспортировка жасап қабылдау бөліміне алып келдік. Туған туысқандар разы болды. Жұмысыңызда мотивацияны не ұстап тұрады? Ең алдымен науқастың амандығы, денінің саулығы. Және де бізге де біз көмек көрсеткен кездегі бізге рахмет деген сөзінің өзі жеткілікті. Сол болды. Жас мамандарға айтар кеңесіңіз қандай? Ең алдымен жұмысқа деген ынта, жігер, қайрат, еңбекқорлық және өз ісіне деген адалдық. Жедел жәрдем бөлімі сізді қандай жағдай мазалап тұр? Жақсы, рахмет, қабылдадым. Бригада номер 3 сізге шұғыл шақырту. Бізге шұғыл сағатта шақырту түсіп жатыр. Сізбен бірге шықтық. Адамға жақсылық жасай алу ең үлкен қуаныш.